Бүгін Раушан апшыда жайласқан Шәріпбай ағаның үйіне келдік. Шәріпбай ағаның үйі жақында жанып кеткен екен. Көріп тұрғаныңыздай үйі почти ештеңесі қалмаған. Шәріпбай ағаның өзі де жақында қайтыс болып қалыпты. Осы үй жанып кеткен екен, жүрегі көтере алмай. Енді бұл мақсатымыз бұл үйді көтеріп, бір жақсы семьясына бір кішігірім болса да үй салып беру. Қазір осы үйінде үйдің астында кладовка қалған екен, сол кладовканы жасап жатқан. Кіріп көрсеңіз өзіңізді. Қазір Шәріпбай ағаның келіншегі Гүлзира апаның өзі қалыпты, және бір қызы. Енді екеуі не істерін білмей, қайтерін білмей, халықтан бір жәрдем сұрап шығып жатыпты. Бір қолдан келсе осы жайды салуына кішкене болса көмектесеңіз, азғантай қаржылай қалесеңіз, жайға керекті инструмент хабарларды бір сіздерден бір ілтимас етіп қалып жатырмыз. Ақшалай жәрдем бере алмасаңыз, мысалы материал жағынан жәрдем береміз, қол көмегін берсеңіз де болады. Келіп жәрдем берісіп, осы жай көтерілуіне бір-бірімізге кішкене болса да қол көмегіңіз берсеңіз болады. Жәрдем берем, көрдім, күйеуім қайтыс болып қалды. Жайымнан дым қалған жоқ ештеңе. Далада жатырмыз біздер. Күйеуімнің өлігін шығара алған жоқпын. Анақта қайнымыздың үйінде шығардық. Ел халқым жәрдем берің. Кішкене болса да көмектесейік достар. Осы видеоны максималды достарымызға тарқатып, историямызға қойып, осы жақсы инсандарға осы видеоны жіберуіңізді сұранамыз. Қазір пластик нөмірін, адресін сізге толық қалдырып береміз. Рахмет барлығыңызға.